ерекше мейірімді әдемі әрі тәртіпті қыз. Оның анасы ертеректе қайтыс болыпты. Ал әкесі біраз уақыт өткеннен кейін екі қызы бар әйелге үйленеді. Олар сондай долы, ұрысқақ адамдар екен. Өгей шеше мен оның қыздары мейірімді қызды жақтырмай, үйдегі лас әрі ауыр жұмыстардың бәрін соның бойына іліп қояды. Кеште бүкіл жұмысты істеп пештің қасындағы мұнай салынған демалады. Сол себепті